14 шілдеге арналған күнделікті нақты, сапалы жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты, сабырлық пен ұстамдылық сіздің басты одақтастарыңыз. Көптеген тоқтылар бүгін бірқатар ағымдағы мәселелерді сәтті шешеді. Ірі жетістіктерге жету екі талай, бірақ күрделі қиындықтар да болмайды. Тәжірибелі әріптестер мен үлкен жастағы туыстардың кеңестері артық етпейді. Жақындарыңызға көмектесу үшін өз істеріңізден сәл уақытқа алаңдауға тура келуі мүмкін. Бұл көп уақытыңызды алмайды әрі сізге ауыр тимейді. Сонымен қатар сіздің көмегіңіз туыстармен және достарыңызбен қарым-қатынасты жақсартуға жақсы әсер етеді. Қоғам алдына шығу, келіссөздер жүргізу, ресми іс-шараларға қатысу үшін қолайлы уақыт. Тоқтылар тартымды және тапқыр бола түседі, сондықтан адамдардың көңілінен оңай шыға алады. Ықпалды қолдаушылар табу мүмкіндігі де бар. Кешкісін романтикалық кездесулерге жақсы уақыт. Әсіресе алғашқы кездесу сәтті өтеді, ортақ қызығушылықтар табыла кетеді. Ал көптен бері жұптасып жүргендер де бір-бірін қуантудың жолын табады. Торпақ эмоциялық көтерілу таңнан-ақ байқалады. Көптеген торпақтар тіпті бұрынғы қарсыластарының да ықыласына бөлене алады. Басшылықпен маңызды мәселелерді талқылау мүмкіндігі туып, оның нәтижесі сізді қуантады. Келісім шарттар жасау үшін қолайлы күн. Егер серіктестеріңіз әйел адамдар болса, олармен ортақ тіл табысу оңайырақ болады. Күн ортасында істерде кідіріс болуы мүмкін, және бұған әсер ету сіздің қолыңыздан келмейді. Мұңаюдың қажеті жоқ. Осы уақытты бұрын толық түсінбей қалған мәселелердің егжей-тегжейіне үңілуге пайдаланыңыз. Зейінділік пен ұқыптылық сіздің маңызды артықшылықтарыңыз. Кешке дейін туындаған мәселелердің барлығы шешімін табады. Кешке тыныш ортада болып, күш-қуатыңызды қалпына келтіру пайдалы болады. Табиғат аясында серуендеп, әдемі жерлерге барсаңыз, жақсы әсер аласыз. Жалғыздық та сізге жарасады, серік қажет емес. Егіздер идеялармен бөлісіп, ұсыныстар енгізудің сәті түскен уақыт. Сіздің бастамаларыңыз жоғары бағаланады. Көптеген егіздер айналасындағыларға шабыт сыйлап, бірлескен жұмысты тиімді ұйымдастырады. Ықпалды адамдарға жақсы әсер қалдырып, олардың қолдауын алу мүмкіндігі пайда болады. Күн қарбалас істерге толы болады, бірақ бұл сізді шаршатпайды, қайта жігерлендіреді. Барлық жоспарланған жұмысты ойлағаннан тезірек бітіресіз. Сөйлеу шеберлігіңіз арта түседі, сондықтан келіссөздер сәтті өтеді. Күннің ортасында кейбір егіздер үшін шиеленісті сәттер болады. Эмоцияны бақылау қиынға соғуы мүмкін, бірақ сабыр сақтау керек. Ұсақ түйекке аса мән бермеңіз, сонда көңіл күйіңіз бұзылмайды. Кешке үй шаруаларына назар аудару қажет болады. Бұл аздап шаршатуы мүмкін, бірақ жақындарыңызбен қарым-қатынасқа жақсы әсер етеді. Оның үстіне кейбір істерді отбасы мүшелері де қуана атқарады. Шаян сіздің сабырлығыңызға көпшілік қызығады. Дәл осы қасиет сізге қиындықтар мен тосын жағдайларды еңсеруге көмектеседі. Көптеген шаяндар өздерінің сенімді сөзі арқылы пайдалы іскерлік байланыстар орнатады. Тәжірибелі әріптестер мен үлкен достардың кеңестері пайдалы болады. Жалғыз әрекет ету қиынға соқса, көмек сұраудан қысылмаңыз. Серіктестердің қолдауымен басқалар шеше алмаған күрделі мәселелерді де шешесіз. Бірақ бәріне сене бермеңіз. Кейбір адамдар расталмаған ақпарат таратып өсек айтуы мүмкін. Маңызды мәліметті тексеріп алыңыз, ал бос сөздерге көңіл бөлмеңіз. Кешке көңіл күйіңіз көтеріліп, оптимизмге толы боласыз. Бұл қонақтарды қабылдау үшін таптырмас уақыт. Егер сіздің ортақ кәсіби қызығушылықтарыңыз болса, кездесу әрі қуаныш, әрі пайда келеді. Арыстан күннің басы оңай басталмайды. Әріптестер болмашы нәрселермен көңіліңізді бөлуі мүмкін. Кейбір арыстандарға шұғыл отбасылық мәселелерді шешуге тура келеді, бұл күтпеннен көп уақыт алады. Ұсақ түйек түсініспеушіліктер мен сөз қайшылықтарынан қашып құтылу қиын болады. Дегенмен маңызды жанжалдардың алдын алу өз қолыңызда. Ауқымды жаңа жобаларды бастауға асықпаңыз, жағдай сіздің пайдаңызға бола бермейді. Маңызды істерге көңіл бөлуде әдеттегіден қиынырақ болады. Бірақ ағымдағы тапсырмаларды еш алаңсыз атқара аласыз. Бүгін үлкен сауда-саттыққа қолайсыз күн.
ірі сатып алуларды кейінге қалдырған дұрыс. Кеше жеке өмірде жағымсыз тосын сыйлар болуы мүмкін. Ұсақ түйек үшін сүйіктімен ренжісіп қалу қаупі бар. Сондықтан кездесуді кейінге қалдырыңыз немесе сабыр сақтап, бір-біріңіздің ұсақ кемшіліктеріне көз жұмып қараңыз. Бекеш айналаңыздағы адамдармен келіспеушіліктерден толықтай қашып құтылу екіталай. Алайда, егер қарым-қатынасты шектеп, өз бетіңізше атқара алатын істерге назар аударсаңыз, жанжалдардың алдын алуға болады. Көптеген бекештерге қолайсыз жағдайлармен бетпе-бет келуге тура келеді. Алға қойған мақсаттарға жету ойлағаннан қиынырақ болмақ. Істерде кідірістер болуы мүмкін, ал бұл процесті жеделдету екіталай. Басшылыққа немесе ықпалды адамдарға жүгіну үшін аса қолайлы күн емес. Өз көзқарасыңызды сенімді жеткізу қиын болады, сондықтан мұндай әңгімелерді кейінге қалдырған дұрыс. Егер ондай кездесулерден қашып құтылу мүмкін болмаса, алдын ала дайындалып, нақты дәлелдер ойлап, конструктивті диалогқа бейім болыңыз. Эмоцияны жеңіп, ауыр күннен кейін күшінауға жақын жандарыңыздың қолдауы көмектеседі. Уайымдарыңызды ашық айтып, жан сырыңызды бөлісіңіз, олар сізді жұбатып, рухани демеу береді. Таразы жаңа жетістіктерге жету үшін тамаша күн, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Көптеген таразылар таңертеңнен бастап күш-қуат пен ынта-жігерге толы болады. Бұрын тоқтап қалған маңызды істерді қайта жандандыруға мүмкіндік туады. Сіздің идеяларыңыз айналаңыздағылар тарапынан жоғары бағаланады. Жалғыз әрекет етуге тура келмейді, сенімді одақтастар көмектесуге дайын болады және ең жалықтыратын міндеттерді өз мойнына алады. Өзіңізді көрсетуге деген ұмтылыс артып, айтарлықтай табысқа жету мүмкіндігі туындайды. Күннің екінші жартысы келіссөздер мен іскерлік кездесулер үшін өте қолайлы. Тіпті алғашында бейтарап немесе теріс көзқараста болған адамдармен де тіл табыса аласыз. Қызметтік романдар немесе бұрыннан ұнатып жүрген адаммен жақындасу ықтималдығы жоғары. Бірақ бастаманы өзіңіз көтеруіңіз қажет болады. Интуицияңыз қай бағытта әрекет ету керек екенін, не айту қажет екенін айтып отырады. Саршаян, тапқырлығыңыздың арқасында кез келген қиын мәселеге ерекше шешім таба аласыз. Бұл күн күрделі сұрақтарды шешу үшін өте қолайлы болмақ. Бейтаныс тақырыптарға тез бейімделіп, беделіңізді арттырасыз. Интуицияңыз күшейіп, дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Барлығы бірден түсінікті болмағанмен, алдағы оқиғаларды алдын ала болжай аласыз. Сондықтан батыл әрі өршіл жоспарларды жүзеге асырудың нағыз уақыты келді. Пайдалы болуы мүмкін адамдармен кездесуге тамаша мүмкіндік туады. Сіз де оларға бір нәрсе ұсына аласыз, сондықтан мұндай қарым-қатынас екі жаққа да тиімді болады. Бірлесіп жаңа жоба ойлап тауып, оны жүзеге асыру мүмкіндігі бар. Жақындарыңыз сіздің істеріңізге араласқысы келуі мүмкін. Бұл жолы олардың араласуы өте орынды әрі дер кезінде болмақ. Сонымен қатар араларыңыздағы қарым-қатынас одан сайын жылынып сенімдірек бола түседі. Мерген бүгін бәрі бірден оңайлықпен жүзеге аса қоймайды. Таңертең ішкі қарама-қайшылықтар мазалай бастайды. Іске кірісіп көңіл күйді жинақтау оңай болмайды. Көптеген мергендерге жұмыс мәселелерінен бөлек, отбасы мен жеке өміріне қатысты проблемаларды да шешуге тура келеді. Бұл біраз күш салуды қажет етеді. Қиындықтарға тап болғанда қырсықтық танытпаңыз. Әр дауда жеңіске жетуге тырысу беделіңізге зиянын тигізуі мүмкін. Сабырлы болып, айналаңыздағылардың әлсіз тұстарына түсіністікпен қарауға тырысыңыз, бұл тітіркенуді азайтып, жанжалдан аулақ болуға көмектеседі. Қаржылай көмек немесе несие алу ықтималдығы төмен. Шығындарға деген көзқарасыңызды қайта қарап көріңіз, өзіңізге зиян келтірмей-ақ үнемдеудің жолдарын табуға болады. Жақындармен арадағы ескі келіспеушілікте күшеюі мүмкін. Оларды елемей, жағдайды өздігінен шешіледі деп күтудің қажеті жоқ. Түсіністікке келіп келісім табуға болады, бірақ мұны бастау өз қолыңызда. Маңызды әңгімені бірінші болып сіз бастауыңыз қажет. Тәуешкі, сабыр мен салмақтылық табыстың кілті. Асықпаңыз, бәріне үлгересіз. Көптеген тәуешкілер бұрын бастауға батылы жетпей жүрген маңызды істерді қолға алып, оларды сәтті шешеді. Егер сізге пайдалы кеңес айтылса, тыңдаған жөн. Бүгін айналадағылардың көзқарасы мен бағасы ерекше орынды болады, сондықтан сырт көздің ұсыныстары дер кезінде көмек береді. Дегенмен өз күшіңізді асыра бағаламаңыз. Артық жауапкершілік алмауға тырысыңыз.
Егер сізден көмек сұраса, алдымен ойлап көріңіз, бұл істі шынымен орындай аласыз ба, әлде сыпайы түрде бас тартқан жөн бе? Бүгін онсыз да сіздің араласуыңызды өмірлік маңызы бар деп санайтын жағдайлар туындай қоймайды. Достармен және туыстармен ұсақ-түйек келіспеушіліктер болуы мүмкін. Көпшілігі өз дегенінен қайтпай ымыраға келуге дайын болмайды. Мұндай сәттерді жеңіл әзілмен бастап жіберген тәуешкілер қиындықтан оңай шыға алады. Су құйғыш бүгін көп нәрсені еңсеруге күшіңіз жетеді. Бұл жолы сіздің арта түскен тартымдылығыңыз маңызды рөл атқарады. Осы қасиетті тиімді пайдаланыңыз. Айналаңыздағы адамдар сіздің бастамаларыңызды қолдайды, кейбір міндеттерді өздері-ақ орындап береді. Сіз ерекше байқағыш боласыз, сондықтан өзгенің ниеті мен ойларын түсіну бұрынғыдан оңайырақ болады. Қолдау мен қамқорлық іздеуге тамаша күн. Пайдалы таныстықтар орнатып, бұрынғы қарсыластарыңызды одақтастарыңызға айналдыруға мүмкіндік туады. Дегенмен кейбір су құйғыштарға артық сенімділік кедергі келтіруі мүмкін. Өз қабілетіңізді асыра бағаламаңыз. Сонымен қатар күннің екінші жартысында жағдайлар онша сәтті болмауы мүмкін. Сіз бұрыннан жақсы білетін адаммен романтикалық қарым-қатынас басталуы ықтимал. Сіздерді ортақ қызығушылықтар мен өмірге деген көзқарастар байланыстырады. Бұл сезімге беріліп кететін емес, тұрақты әрі сенімді қарым-қатынас болмақ. Балықтар таңертең көп шаруа күтіп тұр. Көптеген балықтарға бұрын болмаған бейтаныс істермен айналысуға тура келеді. Бірақ олар бұл тапсырмаларды жақсы атқарады. Ашық көңіл мен жағымды көңіл күй сізге айналаңыздағылардың қолдауын табуға көмектеседі. Басталған істерді аяқтап, қиын тапсырмаларды шешуге мүмкіндік туады. Іскерлік және жеке қарым-қатынасты нығайту үшін тамаша күн. Сіз қажетті сөздерді таба аласыз, ескі келіспеушіліктерді шешіп, өзіңізге ерекше жылулықпен қарауға себеп тудырасыз. Алайда кейбір балықтар өздеріне еркіндік беріп, міндеттерді елемегісі келеді. Мұндайға жол бермеңіз, әйтпесе жақсы мүмкіндіктерден айырылып қалуыңыз мүмкін. Бірақ кейбір ұсақ істерді кейінге шегере аласыз. Кешке үй шаруасына көбірек уақыт бөлуге тура келеді.